кешіміздің бісмілләсін ортамызға Ерғали ағамызды қошеметпен шақырайық. Қарсы алыңыздар, жігіттер тобының продюсері Ерғали Абдраимов. Биыл жігіттер тобы өнер әлемінде жүргеніне 15 жыл. Біз енді осы 15 жылдығымызда осы жерде өткізуді алдын ала мақсат қойдық. Құдайға шүкір, міне осы 15 жылдықта бір айлы алла болса, одан кейінгі мына сіздердің қошеметтеріңіздің арқасында осындай бір керемет зәулім сарайда сіздермен қауышып отырмыз деп айтамын. Жігіттер тобы мен ең сүйікті әншілерімнің бірі. Соның Балқадиша әнін сүйіп тыңдаймыз. Мен ұлым да сол әнді жатқа айтады. Бір әдемі әндер күтіп отырмын мен, бір көңілден шығатын, сондай бір өлеңдер болады ма деп ойлап отырмын. Осы жігіттер тобын жақсы көргендіктен баламыз естіп жүреді ғой енді. Содан бір билетін алып бізге осы жігіттер тобына барып көріңіздер деп соған қуана келіп отырмыз енді жолдасымыз екеуміз. Маған бәрі ұнайды. Бәрі ұнайды. Өздері де ұнайды, әндері одан да өткен ұнайды. Жігіттер тобын қай жылдан бастап тыңдайсыз? Жігіттер тобын негізі мектеп кезінен ол 2004-2005-тен бастап ода қазір мінекей жігіттердің юбилейі отыр 15 жылдығы. Как раз біз 11 класс басталғаннан басталды. Шыққан жылдан бері 2005-2006 жылдардан бастап. Ең үздік үш әні қош енді қош бол күрең күз. Жаңа ана туралы әні бар. Үшіншісі жаңағы құстар туралы. Ерке қыз, бақытты бол, сосын туған күнім дәулетім де. Названиясын не знаю. Балқадиша, күрең күз. Мен бірінші рет келіп отырмын, естіген жоқ. Жігіттер мүлде тыңдамайсыз ба? Мен тыңдаймын, бірақ қандай әндерін қазір есімде жоқ. Қайсы екенін? Балқадиша, иә. Ай қара көз. Күрең күз. Иә, тыңдаймыз, бірақ атын есіме түсір. Әншінің анасы болу өте жақсы, бақытты, сондай балдардың арқасында шүкір деп, Аллаға шүкіршілік етіп жүреміз. Халқымыздың қалаулы азаматтары болып, өнерлері алға басып, тек қана аман есен төртеу төгіл болып жүре берсін. Кішкене бір интерактив болсын. Backstreet Boys әлі жігіттер? Жігіттер лучше. One Republic жігіттер? Әрине жігіттер жақсы. 91 жігіттер? Енді One to One қазір жастардың кумирі шығар, өзімізге жігіттер. Все, қайттық. Backstreet Boys әлі жігіттер? Жігіттер, конечно. One Republic әлі жігіттер? Әрине жігіттер. 91 әлі жігіттер? Жігіттер. One Republic әлі жігіттер? Конечно, жігіттер. Қыздар елі жігіттер? Конечно, жігіттер. Жарайсыз. Арнайы дайындалған билеріміз бітті. Мен уже билерім деп тұрған жоқ ондай би. Кәдімгі болады ғой енді өзімізше бір рахаттанып билейікші. Кетіп, құрдастар. Кет қалмаңыздар, мына жерге. Құрдастар. Бұлардың шын мәнінде қазақы үрдістен, қазақы тәрбиеден, қазақша түс көріп, қолқаларында қидың иісі бар. Міне осы қазақшылап айтқанда қазағымның күре тамырымен сусындаған бауырлар екендігін көрсетіпті. Айналайындар, сендердің сахнадағы табандарыңа кірген жөңгі біздің маңдайымызға қадалсын. Аман болыңдар. Аумин. Достар ағасының
жолын жігіттерге берсін. Осы жігіттердің керемет болып қалыптасуына септігін тигізіп отырған Ереке өзіңіз осыларды бір отбасының баласындай тәрбие беріп, ал ең бастысы бұлардың көкірегінде, ішінде біреудің ала жібін аттамайтын иманы бар, тәрбиесі бар. Сонысымен тәнті деп ойлаймын. Алға жігіттер. Осында керемет қазақылық тасыған таза қазақтың азаматтары, таза қазақтың мақтаныштары тек қана жасай берсін, тек қана сәттілік, алдағы 20 жылдығын көрейік, 30 жылдығын көрейік, бастары аман, дендері сау болсын. Қазақ ел жасай берсін, қазақ өнер жасай берсін. Жігіттер квартетіндегі ағаларымның барлығына алдағы жолда да осындай абыройлары сақталып, көпке үлгі ғой ағаларымыз. Солай да аттары тарихта қалатындай болып жалғаса берсе екен деймін. Бүгін Ердос ағамен дуэт айттық, өте қуаныштымын Ердос ағаның тура маған ұсыныс жасаған үшін. Концерт өте тамаша өтіп жатыр. Мен де қалай Альбина өзім қарындасым, өте жақсы көрем. Бұл кісінің творчествосын, әнін, отбасын барлығын. Сондықтан бүгін өзім таңдап алдым, Альбина осы бірге айтайық осы әнді деп. Сондықтан Альбина өте керемет алып шықты. Алла қаласа бұл әніміз Құдай қаласа елдің көңілінен шығады деген үміттеміз. Жаңа айттық қой, бір-ақ күнде хит болып кетсін екеуміздің әніміз деп. Ішінде сөзі бар, бір-ақ күнде хит болып кетсін деген. Құдай қаласа сол бір елдің ыстық ықыласына айналып кетсін деп тілейміз. Алла қаласа Альбинаның концертінде біз қызмет ете берейік. Амин. Көп рахмет. Рахмет. Расында да жақсы көреміз. Алла тағала шығарған биігінен ешкімді түсірмесін. Аман болыңыздар. Тәуелсіз Қазақстан жасасын. Аспаннан ракетамен кеп, болмаса жердің астына акула шығармасақ та, әйтеуір өзіміздің қазақтың несіне сай бір ойымыздан шықты. Негізі 10 жылдыққа ұқсайды, бірақ бір ерекшелігі бәрібір де би басқаша би, одан кейін жаңа әндер қосылды, одан кейін танымал әндердің жаңа дуэтті бағытты айтып шықтық. Жаңа бағытты. Мен жаңағыдай ретро стильде ән жазып, Тамара Асар апаммен орындадым. Оның өзі бір жаңа стиль, жаңа бағыт десем де болады. Қанша ән орындады? Жалпы 30 ән орындалды. Бәлкім жыл сайын жеке-жеке ән кештеріміз беруіміз мүмкін. 20 жылдыққа жеткенше бәлкім солай беретін шығармыз. Кеш өте керемет өтті. Дыбыс, жарық, барлығы адамның құлағына әдемі мынандай үлкен сарайда беру өте қиын. Дыбыстық айтқыштардың жетуі, жаңғыруы, барлығын елеп ескеріп, жақсы концерт берді. Тек қана сәттілік, жігіттер, біздің жасымызды берсін, біз де сіздерге жеткізбейік, көбейе берейік, өсе берейік. 20 жылдық, 30 жылдық мерейтойларымызды, 50 жылдық мерейтойларымызды Алла тағала тойлауды нәсіп етсін. Аман болыңдар.